Қазақ халқының тұрмысы, салт дәстүрі, ойындары көбінесе 4 түрлік малмен байланысты болды. Олар ойынға мал сүйегін, қой құмалағын пайдаланды. Мысалы, мынандай ұлттық ойындар бар, түрлері бар. Асық, ақсүйек, тобық, ханталапай, тоғыз құмалақ. Тоғыз құмалақ ойыны жас жеткіншектерге спорт әліппесін үйретумен қатар, олардың ой өрісін, сана сезімін дамытуға, оқу үлгерімін жақсарта түсуге және сапалы тәрбие беруге өзіндік септігін тигізеді. Тоғыз құмалақ ойыны арнайы тақтада 2 адам арасында ойналады. Ойын тақтасы 2 қазан, 18 отау, 162 құмалақтан тұрады. Ойын басында әр ойыншыға 1 қазан, 9 отауға 9-9-дан салынған 81 құмалақ тиесіледі. Алғашқы жүріс жасаған ойыншыны бастаушы, қарымта жүріс жасаған ойыншыны қостаушы деп атайды. Кейде бастаушы үшін ақ жағы, қостаушы үшін қара жағы деген тіркестерді де қолданамыз. Берілген диаграммада бастаушының от аулары төменгі жағында, ал қазандағы құмалақтар саны жоғарғы жағында орналасады. Ұлттық ойынның түріне асық ойындары жатады. Асық ойынның түрлері үй ішілік тақта ойыны, хан немесе ханталапай ойыны, хан ату, құмар, қақпақыл, қаржу немесе қаржымақ, сасыр, 4 асық, 5 асық, 5 тас, иірмекіл, тағы да көптеген ойындар бар. Ұлттық ойындарды ойната отырып, ата салтын ардақтауға, салауаттыққа тәрбиелеу. Асық ойнату арқылы оқушылардың белсенділікке, таптырлыққа, дәлдікке, мергендікке, ептілікке балу.